Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз баклажаннан ыстық салат жасайтын боламыз. Дәмі өте керемет шығады. Бізге баклажан, болгар бұрышы, сәбіз, пияз, қызанақ керек болады. Барлығын осылай таяқша етіп тураймыз. Енді қызып тұрған табаға көз мөлшерімен майды құямыз да қыздырып, пиязды қуырып аламыз. Пияз қызарып, әдемі болып қуырылғаннан кейін үстінен сәбіз саламыз. Енді болгар бұрышын саламыз. Барлығын әдемілеп қуырып аламыз. Үстінен қызанақты саламыз. Міне осылай қызанақтың суы шығып әдемі болып қуырылып жатқан кезде баклажанды саламыз. Бір шай қасық тұз салып, жақсылап қуырып аламыз. Міне салатымыз дайын, дәмі өте керемет шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Менің видеоларымды жіберіп алмас үшін колокольчик басып қойыңыздар.